Чемпиондар лигасы осындай голдарымен қызық, осындай интригасымен қызық. Кейбір ойындардағы голдар Пушкаш номинациясына іліну емес, қайта ілінбей қалу пайызы төмен шығар. Себебі мұндай кезеңдерде әрдайым аз голды көретін едік, алайда бірінші кездесудің өзінде 18 гол салып, сонау 2010-2011 маусымындағы рекордты қайталапты. Сұмдық па ағайын? Өте сұмдық. Шыны керек, 4 жұптың ішіндегі кез келген бір жұпты кездейсоқтықпен таңдап көрсең де арманың болмайды. Барлық жұптағы ойындар керемет болды. 90 минутқа өкпелер түсіп қалғанша ойнаған футболшылар футбол жанкүйерлеріне жақсы эмоция сыйлады. Бүгін әр жұпқа жекелей видео емес, толық бір видео етіп шолу жасап шығайық. Сіздермен бірге желаяқ тайнасам, және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ең бірінші Лондондық Арсенал мен Мюнхендік Бавария арасындағы матчқа тоқталайық. Соңғы жылдардағы ең мықты Арсенал мен соңғы жылдардағы ең әнсіз Бавария арасындағы тартысты матч. Қызықты факттер мен оқиғаларды ойыннан кейін айтамыз. Ойын Лондонда Emirates стадионында өтті. Екі клубтың құрамаларына назар аударайық. Матч басталды. Шабуыл тізгінінің қолына лондондықтар ұстады. 12-ші минутта Уайттан доп алған Сака қақпаның арғы бұрышына шиіріп, Нойерді қапа қалдырды. Нойерді допты ұстауға грамм мүмкіндік болмады. 18-ші минутта Кейннің өте баяу прессингінің өзіне доп беріп қойған арсеналдықтар опық жеді. Сане Горецкаға ол екі ортаға жүгірген Гнабриге береді. Соққы және есеп 1-1. Қарапайым қателіктен туындаған қарапайым гол. 30-ші минутта Сане өзінің дриблингіне сеніп, қақпаның алдына дейін барып, шалынып құлады. Пенальти. Санені бәрі тартып, аяқтарын тықса да, құламай келе жатыр еді. Бірақ соңғы сәтте Салиба аяғын қойып қалған соң, тепе-теңдікті ұстай алмай амал жоқ құлады. Негізі ешкім ұстамаса да, соңында өзі допты ұзатып алған еді ғой. Жарайды. Нүктеде Харри Кейн. Соққы және гол. Ең қызығы, Кейн теппей тұрып Арсенал қақпашысы Рая ерте бастан секіріп қойды. Неге? Портуда ерлік көрсеткен бұл қақпашы мына жерде өте қызық іс-әрекет жасады. 35-ші минутта әріптесінен доп алған қайтадан сол Сане бір өзі жылдамдығын қосып қақпашымен бірге-бір шығатын сәтте соққы жасамай, артық қимылдарының кесірінен бүкіл шабуылды нөлге теңестірді. 76-ші минутта Джезус бір адамды алдап, бір адамнан допты тартып жіберіп, жанынан табылған Троссардқа пас береді. Бельгиялық шабуылшы әдемі соққы жасап, есепті 1-1 етіп қойды. Екінші таймға қосылған 5-ші, яғни соңғы минутында соңғы секундтарда өте қызықты жағдай орын алды. Нойермен жалғыз қалған Сака қақпашының да алдап өткісі келіп, Нойердің аяғына шалынып құлайды. Арсенал ойыншылары да жанкүйерлерді пенальти қайда деп шулай түсті. Негізі қайталаулардан көрсек, расымен де Нойер бірінші аяғын созады, сосын қайта жинап қояды. Ал Сака өзін тоқтата алмады ма, әлде істеді ме білмеймін, бірақ сол аяққа соғылып құлайды. Артық іс-қимылсыз тебе салғанда бәлкім матч есебі басқаша бітірмеді. Бірінші матчтың статистикасын көрсек, шабуылдары өткір болған Бавария болғанымен, толық матч Арсеналдың қолында болды. Тек допты шегелеп тастайтын ойыншының болмағаны өкінішті болып тұр. Қарымта ойынға да келдік. Ойын Мюнхендегі клубтардың қорқынышы Альянс Аренада өтті. Екі команданың құрамаларымен таныс болыңыздар. Кейбір позицияларда ғана ойыншы ауысты демесек, дәл өткен ойындағыдай құрамдар. Бұл Лондонда ойнаған Бавария емес, өз үйінде алаң қожайыны. Соған лайықты шабуылдар да жасап жатыр. Қожайын екенін сездіріп жатыр. Неше түрлі қауіпті шабуылдарға төтеп беріп жатқан ағылшындықтар үйдегі ойында жасауын жасап алып керек еді-ау деп ойлаған шығар шамасы. Әрине, Арсеналда шай ішу үшін келген жоқ. Саналы минуттар ішінде тамаша соққылар да жасап көрді. Алайда Нойер өз орнында. Бекерден бекер емес шығар, әріптесі Тер Штегенге әлі ұлттық құрамадағы орнын бермей жатқаны. 46-ші минутта Кимихтің Горецканың басына қойып берген пасы қақпаның бағанасына тиеді. Артынша Герейро да соққы жасап еді, тайқып тиіп, 12-де қақпа бағанасына тиіп кетеді. Сұмдық сәттер. 63-ші минутта Сане оң қаптал жақтан ортаға тастады ма, әлде сол қапталдағы Герейроға тастады ма, белгісіз. Бірақ Герейроға түскен доп қайтадан алаң ортасына әуелетіп жіберіледі. Барлығының ортасынан сытылып шыққан Йозуа Кимих басымен арғы бұрышқа соққы жасап голға ие болады.
Арсенал қорғаушылары қалайша жүгіріп барып сала салды деп аң-таң болып жатыр. Салиба мен Раяда әріптестеріне қарап, не істедіңдер деп қолдарын сермеп жатты. Осы сәттен кейін Арсенал қанша рет шабуыл жасаса да ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмады. Негізі бірінші ойынға қарағанда бұл ойында ауыз толтырып айтатындай сәттер болмады. Есептің өзі қайтып тұр. Баяғыда білесіздер, Арсенал топтық кезеңнен әжептәуір абыроймен шығып, Баварияға түсіп масқара шығып қала беретін. Соңғы өзі қатысқан 6 чемпиондар лигасының осы жеңілісті де қосқанда 4-еуінде Бавариядан ұшты. Өзінің лигасында әбден жеңілістің дәмін сезіп, чемпиондықты да беріп қойған Бавария құлап өлейін деп жатса да Арсеналға жеңісті бермей кетті. Жалпы Бавария өзі Барселона мен Арсеналдың қорқынышты түстері. Олар бәрін ұтып келе жатып, неміс клубына қарсы шалынып қала береді. Ал негізі дәл осы ойындарда Арсенал бәрібірден мықтырақ көрінді. Пастары, соққылары, шабуылдары бәрі тамаша. Бавария бір айтарлықтай басым болды дей алмаймын. Ойын басталмай тұрып та Арсенал жеңеді деген болжаммен отырдым. Бірақ сәттілік жолдас болмады деген осы шығар. Келесі ойынға өтейік. Мадридтік Атлетико мен Дортмундтық Боруссия арасындағы өткен Цивитас Метрополитанодағы интригалы матч. Әрине көпшілік Атлетико өтеді деген болжам тұстанды. Алайда дәл сол кісілердің де Дортмунд өтіп кетуі ғажап емес деген пікірлер де болды. Сол себепті де айқын жеңімпаздың болмағаны осындай 5-4 деген жалпы есепті көрсетіп отыр. Алғашқы матчтағы құрамдарға көз жүгіртейік. Санчо негізгі құрамда. Манчестер Юнайтедті қорлықтың бәрін көріп, енді бұның да мансабына балдар шабылды деп ойлап едім. Жоқ, қайтадан өзінің үйіне оралып, керемет ойын көрсетуде. Матч басталды. Екінші минутта Гризман Маратаға әдемі пас асырғанымен, Марата ұзақ ұстап қалып, не теппе, не пас бере алмады. 4-ші минутта мадридтіктердің қысымынан кейін сары жейделілер қателесіп, өздерінің қақпасынан гол салдырып алды. Гол авторы Де Пауль. Тым қарапайым қателік. 38-ші минутта Боруссия ойыншылары тағы да қателесіп, допты Атлетикоға беріп қояды. Гризман допты алып, төменде ашылған Линоға тастағанын, Лино арғы бұрышқа теуіп, есепті еселендіре түсті. Линоны адам баласы жауып тұрған жоқ. 43-ші минутта қонақ командасы енді ғана алаңның екінші жағына шыққандай болып, тәуір шабуыл жасап, Облакты бір қозғалтып қойды. Сонда да нәтижесіз. Бірінші тайм толықты Атлетиконың шабуылдарымен есте қалса, екінші таймда екі жақта теңдей қауіпті сәттер туындатқызды. Бірақ ешқандай сәт есепті өзгертпеді. 75-ші минутта Гризманның айып соққысынан берген алыстан пасы бәріне өтіп кетіп Линоның аяғына келді. Қақпашы бұл жолы емес деп допты қайтарып тастады. Өте тамаша эпизод. Әсіресе Гризманның пасы әдемі кетті. 81-ші минутта қосалқы құрамнан шыққан Себастьян Аллер есепті қысқартты. Бранд сол жақта ашылып тұрған Аллерді көріп пас береді. Пасы бірінші Малинаға тиген соң, Аллер доптың қайда ұшқанын көрмей таппай қалды. Алайда фокусты тезірек ұстанған ол бергі бұрышқа теуіп Облакты шарасыз етті. 87-ші минутта 2004 жылғы ойыншы Джейми Байна Гиттенс Атлетико командасының екі ойыншысының қастарынан жай ғана жүгіріп өтіп жасаған соққысы қақпаның маңдайшасына тиеді. Одан кейін әрине алаң қожайындарда есептерін 3-ке дейін жеткізгісі келді. Бірақ Жирона сапында жойқын соққылармен есте қалып жүрген жас талант Рикельме қазір ашық қақпаның жанына келіп қисық тебетін болыпты. Ал мынау ше, ойын бітуіне санаулы секунд қалған кезде Бранд басының соққысымен тағы да қақпаның маңдайшасына тигізеді. Сұмдық па ағайын? Я. Негізі бұл ойынды 3 бөлікке бөлуге болады. Бастапқы 40 минутта көзге тек Атлетико көрінді. Ойын ортасында екі жақта жақсы шабуылдар көрсетті. Ал ойынның соңына қарай алаң қожайындары көрінбейтін киім кигендей ешкімге байқалмай қалды. Екінші ойынға өтейік. Дортмунд қаласындағы Сигнал Идуна Парк стадионы мадридтік қонақтарды қарсы алып алды. Екі команданың құрамалары экрандарыңызда. Бірінші ойынмен қарағанда қатты өзгешелік жоқ. Тек Бранд бұл жолы негізгі құрамда. Матч басталды. Қанғаған жанға жан болып жатқан мына ойынның 3-ші минутындағы есеп ашылайын деп қалды. Алайда қорғаушылар үйтіп төтеп беріп үлгерді. Артынша Гризманның басымен берген пасынан кейін Марата қақпашымен бірге бір шығып, үстінен асырам деген ойы өте сәтсіз болды. 34-ші минутта Хюмелстің аяғының сыртымен берген ғаламат пасы Брандтың аяғынан табылды. Оның қақ ортаға тепкен добы Облактың қолына тиіп барып кіріп кетті. Ойынның есебі ашылды. 30-ші минутта сол қапталдан тағы да шабуыл өрбіді. Бірнеше әдем пастан кейін Ян Матсен дәл сол жаңағы Брандтың позициясынан соққы жасап, есепті еселендіре түсті.
Бұл жолы соққы ортаға емес, арғы бұрышқа. 49 минутта бұрыштамадан кейін Эрмоса қақпаға соққы жасайды. Доп жойқын ұшпаса да, Хюмелстің қайтарам деген аяғына тиіп, қақпаның ішінен табылды. Есеп 2-1. 57 минутта Анхель Коррея қақпашымен 1-1 шығып, қисық тебеді. Жалпы бұл ойыншы 5 ойынның біреуінде өзін Месси секілді көрсете біледі. Дриблингі, соққысы бәрі тамаша болады. Алайда қалған 4 ойында осындай соққылар мен сәтсіз дриблингтермен шектеледі. Бірінші ойында да дәл осындай эпизод болған. Ол кезде де сәтсіз тепкен. Бірақ 64 минутта Анхель Коррея қорғаушыдан өтіп барып ортаға пас тастайды. Рикельменің соққысын бәрі жабылып жүріп қайтарса да, кері ұшқан допты Коррея 2 рет соққы жасап, гол авторы атанды. Жарадау. Сонымен есеп 2-2. 71 минутта Забитцердің пасы, Фюлькругтің басы, Облактың қарап қалған көз жас емес, жай көздері. Қалай кірген қорғаушылар түгілі экран бер жағындағы менің өзім түсінбей қалдым. Араға 3 минут салып, 74 минутта Забитцер пас бере беремін бе деп алдына келіп қалған допты теуіп, есепті 4-2-ге дейін жеткізді. Сұмдық жойқын соққысы бар Забитцердің добына Облак жетсе де, қолына тиіп барып кіріп кетті. Дортмунд мұнысымен тоқтаған жоқ. Олар голдардың дәмін сезіп, ойын бүтінде санаулы минуттар қалған кездері есепті ашатында 2 шабуыл жасады. Облактың жеке шеберлігі болмағанда, есеп 6-7-ге дейін барар еді. Сонымен ойын аяқталды. Жалпы есеп 5-4. Атлетика жеңіп тұрып, екінші орын болып қала берді. Негізі, испандықтар сол өз алаңындағы біраз сәттерін голға айналдырып, қоржынындағы голдары сақтандырып тұратындай қонаққа еркін бару керек еді. Себебі Дортмундтың жерінде жеңіске жету өте қиын. Үшінші ойынға да келіп жеттік. Париж қаласының атынан шығып жатқан ПСЖ мен каталониялық Барселона арасындағы Парк де Пренсте өткен тартысты ойын. Әрдайым осы екі команда қарсы түссе, басқаларға қарағанда назарға көбірек келінеді. Бәлкім баяғы 6-1 деген камбэк ойыны ма? Білмеймін, мүмкін. Содан кейін әйтеуір ПСЖ-ның басты мақсаты Барсаны ұтып болып кеткен сияқты. Екі клубтың құрамаларын көрейік. Дембеле дайын. Матч басталды. Екі командада бір-біріне тоқтаусыз шабуылдар жасап, бір-бірінің мазасын алып жатыр. Соққы, сейф. Көрген соң осындай футбол көру керек. 37 минутта ортадан доп ұстап келе жатқан Левандовски оң қапталда ашықтырған 19 жасар кіші әріптесі Ямалға қиып пас шығарады. Жас бала бірден пасты ортаға тастағанымен Доннарума доптың көзін аулақ жіберді. Бірақ доп Рафиняның аяғынан табылған соң бірден соққыны көрдік. Гол. Қақпашы негіз дұрыс жасады. Ол жетпегенде Левандовски соққыға дайын тұрған. 48 минутта Дембеле шабуылды бастайды. Алайда доп кездейсоқтықпен өзіне қайтып келе қалды. Де Йонгты бір тартып жіберіп, қақпашының зәресін алатындай соққы жасайды. Есеп 1-1. Кейбір ойыншылар бұрын командасына гол салғанда жай ғана қолын көтеріп кешірім сұрайтын еді, ал Дембеле өзінің қас жауына салғандай әбден қуанды. Барселонада 5 маусымдай ойнағанымен жұмысы жоқ. 50 минутта Ли Кан Ил оң қапталмен допты ұстап тұрып, қасындағы әріптесі Руиске тастап кетеді. Руис болса жүгірген Витинияны көріп, бірден ассист болатындай пас шығарады. Арғы бұрышқа тебе салған Витиния гол авторы атанды. Есеп 1-2. 62 минутта Педридің мына ғаламат пасына кейін Рафиня жай ғана алға бағыттай салып, керемет голға ие болды. L1 мен 3-1-ті тастай салғандай пас болды ғой, шіркін-ай. ПСЖ ойыншылары не болғанды аңғармай, әлі бір нәрсені күтіп тұр. Жоқ, енді Арнольдтың пасындай күтіп тұрған жоқ. Барселонада ПСЖ-да шабуылдарын бәсеңдеткен жоқ. Әлде екі команда жеңіске ие болғысы келуде. Тек 77 минутта Гюндағаның бұршамадан шығарған пасына Кристенсеннің басы жетіп, Барселонада жеңіске жетті. Одан кейін ПСЖ қанша тырысқанымен гол сала алмады. Жалпы бірінші матч статистика бойынша да бірдей өтті. Кімнің айқын, кімнің басым болғанын айту өте қиын. Екінші матчқа өтейік. Матч Испаниядағы Барселона қаласында Луис Компанистің атындағы Олимпиялық стадионда өтті. Камп Ноуға не болды дегендерге жауап. Ол жақта қазір үлкен күрделі құрылыс жүріп жатыр. Бітуіне шамамен тағы да бір маусым керек дейді. Екі клубтың құрамаларында аса өзгерістер жоқ. Бір-екі адамнан ғана ауысқан. 12 минутта 16 жасар Ламин Ямал оң қапталдан келіп ортаға тастаған пасына Рафиня аяғын қоя салып голға ие болды. 20 минутта Левандовскиде әдемі сәт. Алайда соққысы тым қисық. Байқадыңыздар ма, осы маусымда Роберт Левандовски ылғи таң шайын ішпей жүргендей мазасы болмай жүр. Биыл өз Барселонаның санаулы ғана ойынын көрдім.
барлық ойында Левандовски ортаңғол команданың шабуылшысы сияқты көрінді. Ла Лигадағы 29 ойын ішінде 13 гол ғана салған, ал Чемпиондар Лигасында 9 ойында 3 гол. Әрине, былай қарасаң жаман емес статистика. Алайда Левандовски үшін бұл ең сәтсіз маусым шығар. Голы түгілі ойынның өзі дәлел. 29 минутта матч тағдырын шешкен эпизод орын алды. Арауға жалғыз өзі кетіп бара жатқан Барколияның иығынан тартып, аяғымен соғып құлатады. Төреші ойланбастан бірден қызыл қағазын алып, алаңнан тез кетуін сұрайды. Сұрақ, шынымен де қызыл қағаз болатын сәт болды ма? Меніңше жоқ дегенге қарағанда, я дегенім көбірек. Иә, көп төрешілер мұнда 100%-ық сәт болмаған кезде осындай үлкен турнирдің сәнін құртпайық деп тек сарымен ғана ескерту беріп жатады. Бірақ төреші қызыл деп жатса да, онымен келіспеске амал жоқ. Алайда дәл осы сәттен кейін Барселона 10 адаммен тәлтіректеп қалды. 10 адам демекші, 10 минуттан кейін голдар соғыла бастады. Сол қапталдан келген пасты Дембеле теуіп, есепті теңестірді. Бұл жолы қуанбады. Допты алып тезірек гол соғу керек деп қайтадан позициясына жөнелді. 54 минутта Витинья 10 адам емес, 15 адам болса да салатындай етіп, жойқын соққысымен гол салды. Жерге тиіп барып шыққан доп қақпашының қас жауы екені рас. 2 минуттан соң Арауха жалғыз қалмасын деп, Хавида қызыл қағаз алып, бапкерлік орнын бос қалдырды. 59 минутта Дембеле допты жөнді қабылдай алмай, аяғын созып тырысқаны пайдасын тигізді. Кансело допты дұрыс қабылдай алмай қалған Дембелені көріп, үлгерем деп аяғынан теуіп өзінің қақпасына пенальти әкелді. Тағда болмайтын жерден қателік. Нүктеде Мбаппе. Гол. Есеп 1-3. Барселона шабуылдап жатыр. Алайда нәтижесіз. 89 минутта сұмдық қарымта шабуыл. Желаяқтай футболшылардың бәрі қорғаушылардан қарағанда Тер Штегенге жақын орналасқан. Әне теуіп, міне теуіп, соңында күнде Францияның ұлттық құрамасында жүргендей Мбаппеге ассистік береді. Есеп 1-4. Статистика бойынша да Барселона мәз емес. Негізі, қызыл қағаз болмай тұрған кезде Испанияның клубы жеңіп қояды деп отырғам. Себебі қоржында 1 гол, одан қалса өз үйінде жағдай жақсы еді ғой. Осылай болу керек болып, осылай болды. Амал жоқ. Соңғы жұп, бәлкім финалдық жұп десек те болар. Испаниялық Реал Мадрид пен Манчестерлік Манчестер Сити Сантьяго Бернабеу стадионында кездесті. Реал Мадрид те бабында, Сити де қалар емес. Өту пайыздары 50-50 деп барлық эксперт те, жанкүйерлер де болжам жасап көрді. Шынында да әр кездесуін қарасақ та, біресе бір команда, біресе келесі тұтып жатты. Сонымен бірінші ойынның құрамасын көрейік. Сұрақ. Неге Де Брюйне жоқ деп ойларсыздар? Оның осы матч алдында мазасы болмай, құсып өзіне келе алмапты. Қосалық құрамнан бақылаумен ғана шектелді. Ойынның 2 минутында айып соққыға мүмкіндік алған Манчестер Сити Сильваның құйдырқы соққысынан кейін есеп ашты. Не деген керемет, әдемі, тамаша гол мынау. Көре бергін келеді, көре бергін. Лунин позициясымен қателескені рас, бірақ ол ойлады ма, бірден соққы болады деп. Ойламаған сияқты. Себебі онда жерден соққы жасаймын деп Сильваның өзі де ойламадау. Қақпашының оңға қарай жылжығанын көріп, бірден шешім шығарып үлгерді. 12 минутта Камавинга оң қапталдан сол қапталға дейін допты жай алып келіп, соққы жасайды. Тайқып тиген доп Артеганың бағытына қайшы ұшты. Өзі амал жоқтықтан тебе салған соққы еді. Соның өзінде голға айналып отыр. Гол автор ретінде де сол үшін де Камавинганы емес, Рубен Дияшты жазып қойыпты. 14 минутта Винисиустың өз алаң жағынан әріптесі Родригоға берген пасы оны жалғыз өзін қақпаға қарай бағыттады. Соңғы сәт келген кезде екі ойыншыны да бері тартып жіберіп, өте жай тебе салды. Қорғаушы да, қақпашы да допқа жүгіреміз бе деп, жүгірмейміз бе деп ауыр ойға түсіп қалды. Реал Мадрид үшін гол болуға қақпашыдан кейін 2-ақ пас керек екен. Осы 3 голдан кейін екі жақта сұмдық шабуылдар жасап үлгерді. Гол соғам деген үлкен ниеттері сәтсіз. Біресе испандықтар ағылшындық жанкүйерлерді бір қорқытып алса, біресе керісінше болып жатты. Бірақ ойынның 66 минутында Стоунстың пасынан кейін Фил Фоден бұрышқа жабыстырып қойғандай салды ғой сірә. Лунин түгілі Касилис, Буфон болса да ұстауы қиындау еді. 71 минутта тағы да ауыз ашарлық, таң қаларлық гол кірді. Қорғаушы Гвардиол Грилиштен пас алып, оны жөнді ұстай алмай, соңғы сәтте ешкімге пас беретін мүмкіндік таппай тебе салғаны Лунинді тағы да бір ренжітіп алды. Бұл оның осы маусымдағы осы Манчестер Сити клубындағы алғашқы гол екен. Және алғашқы голы осындай тамаша болып салынды. 70 минутта тағы да әдемі голдың куәсі болдық.
Сол қапталдан Винисиустың пасын Вальверде тоқтатпастан бильярдтағы соққы секілді аямастан теуіп, матчтағы 6-шы голдың авторы атанды. Бұл голды сонау 2018 жылы әлем чемпионатында үздік гол атанған Павардың голына ұқсаттым. Әрине, Павардікі әдемі голдың үлгісі болса да, Вальверденікін кем дей алмаймыз. Мына алды голдың бәрі де әдемі. Бәрі де Пушкаш номинациясына ілінетінде кірді. Қай матчта мұндайды көріп едіңіздер? Есімде жоқ. Бірінші матч осымен тәмам. Екі команда да барын салып ойнады. Ал Рюдигер Холландты жауып алып, оған еркін демалуға мүмкіндік бермеді. Екінші матчқа өтейік. Құрамдарын қарасақ, Сити Ковачичтің орнына Де Брюйнені, ал Стоунстың орнына Уокерді шығарған. Реал болса тек Чуамениді Начомен алмастырыпты. Ойынның 12-ші минутта Беллингемнің допты әдемі қабылдап алып, Вальвердеге пас шығарумен басталды. Ары қарай Винисиус, одан ары Родриго. Оның екінші соққысынан кейін матч есеп ашылды. Бірінші соққымен ақ салатындай жер еді негізі, бірақ доп әуемен келе жатқан соң аяғына жақсы қонбапты. 19-ші минутта Холландта гол салатын сәт туып еді, бірақ доп қақпаның маңдайшасына тиіп, есепті өзгеріссіз қалдырды. Екі матч ішіндегі ең қауіпті соққысы осы болды, бұл норвегиялық ойыншының. Одан кейін бірінші тайм бойы Реал Мадрид бірнеше рет қана шабуыл жасаса, қалған доптың бәрі Ситиде болды. 13 рет қақпаға теуіп үлгеріпті, бірақ ешқайсысы гол емес. Біресе Фоден алыстан тепсе, бір қарасаң Де Брюйне теуіп жатады. Лунин сейфтерде жасап жатыр, допты қақпаның сыртынан көзбен де шығарып салып жатыр. Екінші тайм бойы испаниялық клуб Англия клубының шабуылдарына тұншығып жатты. Ақыр соңғы 76-шы минутта өзіне әдемі келген мүмкіндікті Де Брюйне голға айналдырды. Қақпашының дәл үсті. Бұл допты ұстау үшін төменгі жақты бақыламай, тек жоғарыны бақылап тұру керек еді. Ол мүмкін бе? Әрине мүмкін емес. Мұндай соққыларды қақпашылар өте сирек қайтарады. Есеп 1-1. Ойын қосымша таймдарға ұласты. Матч бойынша Сити Реалдың қақпасына 34 рет теуіпті. Реал Мадрид тек 8 рет қана. Пас беру көрсеткіші бойынша да Сити қарсыластан 2 есе асып тұр. Бүгін испаниялық клуб Атлетико Мадрид клубына ұқсап қалды. Ақыр соңы жоғарыдағы есеп қозғалмаған соң ойын пенальтилерге көшті. Альварес голмен бастаса, Модрич сәтсіз тепті. Сильва өте жай теуіп қалса, Беллингем емін еркін сала білді. Ковачич пен Васкесте бір бағытқа тепкенімен, Ковачичтің добы қақпадан табылмады. Одан кейін Фоденде Начода сала білді. Келесі кезек Эдерсонға түсті. Қызық таңдау. Қақпашы болса да мүлт кетпеді. Өзі де қақпашы болған соң біледі ғой енді қайда тебу керектігін. Соңғы соққы Рюдигерде. Егер ұстаса, Сити жалғастырады, ұстамаса Реал жартылай финалда. Сонымен Реал Мадрид жанкүйерлерін жартылай финалмен құттықтаймыз. Әрине мына қарымта ойында Манчестер Сити жеңіске әбден лайық еді. Себебі ойында Реал Мадридтің бар жоғын көре алмадық. Басындағы шабуылдармен салып алған голы ойынның соңына дейін нанын берді. Әйтпесе опық жеп қалары сөзсіз болып тұрған. Сонымен ширек финал от болды. Әдеттегіден де қызығырақ болды десем болатын шығар. Кейде 3 матч әдем болып, қалғандарында мүлде голдар соғылмай жататын. Бірақ бұл жол емес. Көргендері риза, көрмегендердің шашыды. Өз басым Арсенал жеңеді деп ойладым. Бірақ қанша жақсы ойнаса да айласын асыра алмады. Дәл солай Атлетико Мадрид жайлы ойладым. Олар да өз шабуылдарын аяғына дейін жеткізбеді. ПСЖ мен Барселона жұбы жайлы айту өте қиын болды. Бірақ шабуылдарының арқасында ПСЖ өтіп кетеді-ау деп едім. Дәл солай болды. Ал Реал Мадрид пен Манчестер Сити арасындағы ойынға болжам айту өте қиынға соқты. Себебі екеуі де мықты, екеуі де финалға лайықты командалар. Бірақ мен сонда да аз ғана пайызбен Реал өтіп кетеді-ау деген болжам құрдым. Енді жартылай финалға Боруссия Дортмунд пен ПСЖ, Бавария мен Реал Мадрид түсті. Өте қызықты жұптар. Асыра сілтеп 100%-пен осы команда өтеді деп айта алмаймын. Бірақ менің ойымша Дортмунд ПСЖ-ға төтеп бере алмайды. Атлетиконың өзі қорғанысын оңай бұзып жатқан кезде ПСЖ біраз голдар соғып тастайды-ау. Бавария мен Реал қиындау. Осыны сіздерге қалдырайын. Сіздер қалай ойлайсыздар? Кім жеңіске жетуі мүмкін? Сіздермен бірге желаяқтар арнасы, қолдауларыңыз өте маңызды. Жеңісті күндерде жүздескенше.